Каспий KZ аты аңызға айналған Құдайдың сауыты ультиматум фильмінің бас серіктесі атанды. Басты рөлді аты әлемге әйгілі Джеки Чан сомдайды. Түсірілім еліміздің 5 өңірінде өтеді, ал барлық локацияны актердің өзі таңдапты. Күні кеше Джеки Чан, Михаил Ламтадзе және жоба командасы Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Толығырақ Назерке Ержанқызы айтып береді. Джеки Чан Қазақстанға Құдайдың сауыты фильмдер топтамасының жалғасын түсіру үшін келді. Жаңа туынды ультиматум деп аталады. Франшизаның алғашқы бөлімі осыдан тура 40 жыл бұрын жарық көрген. Фильмде көне жәдігерлерді іздеп, талай шытырман оқиғаны бастан өткеретін Азия қаршығасының хикаясы баяндалады. Ал киноның 4-ші бөлімінде Қазақстанның көрікті жерлері көрсетілмек. Түсірілім өтетін орындарды Джеки Чанның өзі таңдаған. Салам алейкум. Сіздерді осында көргеніме өте қуаныштымын. Ең алдымен Каспий KZ пен Сәлем Entertainmentке алғыс айтқым келеді. Оның бәрі дәл осы адамдардың орасан еңбегінің арқасында. Ал фильмді бастауға дайынбыз ба? Мен үшін бұл ерекше, әрі толқынысқа толы сәт. Қатты қуанып отырмын. Бүгін келгендеріңізге және қолдауларыңызға көп рахмет. Баршаңызды жақсы көремін. Аты аңызға айналған кино франшизаның бас серіктесі Каспий KZ. Михаил Ламтадзе аты әлемге әйгілі актерге Каспий Голд картасын табыстады. Thank you so much. Михаил Ламтадзаның айтуынша жобаны қолдау туралы шешімді бірден қабылдаған. Оның сөзінше бұл фильм әлем көрерменіне Қазақстанды танытуға үлкен мүмкіндік береді. Джеки Чанның әр фильмі әлемді жақсы жаққа өзгертеді деп ойлаймын. Бұл Каспийдің де басты мақсатына сай келеді. Біз де сүйікті клиенттеріміздің өмірін жақсартуға тырысамыз. Сондықтан Джеки Чанның жаңа фильмі Қазақстанда түсірілетінін білгенде, бұл жобаға бірден қосылуға шешім қабылдадық. Джеки Чанның фильмдерін көріп, бірнеше буын өсіп жетілді. Кездесуге келген қонақтар жаңа туындының ауқымды әрі көрерменді таңдай қақтыратын әсерлі фильм боларына сенімді. Қазір осындай бүкіл дүние жүзін көретін, осындай кино келіп жатырмыз. Бұл деген үлкен жетістік. Үлкен рахмет Сәлем Entertainmentке, Каспийге. Алдағы уақытта бүкіл дүние жүзі көретіндей Қазақстанда шыққан үлкен өнім болсын деп айтқым келеді. Өте ерекше тарихи сәт, себебі біздің балалық шағымыздың басты кейіпкері аңызға айналған актер Джеки Чан мінекей Алматының төріне келді. Енді мына жақта жиналған жұрттың барлығы осы аңыз кейіпкерді көруге асық болды, және де көңіл күйіміз өте керемет. Бас серіктес Каспий KZке алғыс айтамыз. Осындай аңыз тұлғаны көруге мүмкіндік берген. Әлемдік деңгейдегі киноның біздің елде түсіріп жатқаны бұл мақтанатындай жайт. Біздің болашақ, біздің өскелең ұрпаққа да кәдімгідей үлгі болады. Одан кейін қазақ елінің туын желбіретуге әлемдік деңгейде қандай да бір үлесін қосады. Құдайдың сауыты фильмінің 4-ші бөлімінің түсірілімі басталып кетті. Түсірілім Астана, Түркістан, Алматы қалаларында, сондай-ақ Алматы және Маңғыстау облыстарында өтеді. Ал фильмнің тұсаукесері келер жылдың ақпан айына жоспарланған. Назерке Ержанқызы, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы.